Каленова Әлия Кендебайқызы. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын тұлғаны таны арқылы ой қозғау жасап жіберейік. Оқушылар, суреттен кімдердің бейнесін көріп отырсыздар? Ғалымдардың қазақ қоғамында алатын рөлі қандай? Қазақ жерін зерттеудің қандай қажеттілігі болды деп ойлайсыздар? Я, суретте ғалымдардың бейнесі. Бірінші суретте Қадырғали Жалайыри, екінші суретте Шоқан Уәлиханов, үшінші суретте Қаныш Сәтбаевтың бейнесі бейнеленген. Жарайсыздар оқушылар. Бұл ғалымдардың бүгінгі біздің сабағымызға қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Яғни сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақстандық географтардың зерттеулері деп аталады. Қазақстандық географ зерттеушілердің география ғылымына қосқан үлестері маңызды ма? Қалай ойлайсыздар? Осы зерттеушілер жасаған еңбектердің қазіргі уақытта құндылығы қандай? Міне, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты география ғылымына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулері туралы баяндайды. Бағалау критерийі: география ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулеріне талдау жасау. Оқушылар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтағы мәтіннің әр бөлігінен негізгі ақпаратты анықтайық. Қадырғали Қосынұлы Жалайыри 16 ғасырдың ортасы мен 17 ғасырдың басында өмір сүрген. Қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған ғалым. Ресейдің атақты патшасы Борис Годуновтың қол астында жүріп, 1602 жылы жылнамалар жинағын жазып бітірген. Қазақ тілінде жазылған тұңғыш ғылыми еңбек болып табылады. Қадырәлі деректеріне Шоқан Уәлихановтан бермен қарай талай тарихшылар, зерттеушілер сүйеніп келеді. Туған жері Қазақстан жеріндегі Сырдария бойы. География ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандық географ Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Қазақтың ғұлама ғалымы Шоқан Уәлихановты география саласында саяхатшы әрі географ ғалым ретінде ерекше тұрғыдан қарауымыздың өзіндік себептері бар. Шынында да біз басқа зерттеушілердің қызметін сөз еткенде, олардың Қазақстан аумағының белгілі бір бөліктерін ғана географиялық жағынан танып білуге үлес қосқан баяндаумен шектелсек, ал Шоқан Уәлихановқа жалпы мағынасындағы аса зерделі, тұңғыш, отандық географ саяхатшы ретінде қараймыз. Шоқан Орта Азияның карталарын зерттей отырып, өзі жүріп өткен экспедиция жолының тұтас картасын жасады. Ғалымның Жоңғария очерктері, Алтыншар туралы еңбектері жарық көрді. Шоқан Уәлиханов ғылыми еңбектері арқасында Жетісу, Ыстықкөл, Тянь-Шань және Шығыс Түркістан бойынша тарихи географиялық шолуға арналған зерттеулері өте көңіл аударуға тұрады. География ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандық геолог Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Қазақстан аумағын зерттеудің жаңа дәуірі 20 ғасырдың 20 жылдарынан басталады. Бұл дәуірдегі Қазақстан табиғатын зерттеу, республиканың өндіргіш күштерін дамыту, табиғи қорларын ашу қажеттігімен тікелей байланыстырылды. 30 жылдары осы саладағы ізденістерді Одақтық ғылым академиясының Қазақстандық филиалы жүргізді. Академия жүйесінде әр салада институттар, ғылыми мекемелер құрылды. Бұл кезеңде Ұлытау, Жезқазған, Қоңырат, Балқаш, Қаратау аудандары жан-жақты зерттеліп, олардан түсті металдың мол қоры табылды. Одақтың ғылым академиясының қазақ филиалының төрағасы, кейін Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті болған академик Қаныш Сәтбаев
рудалық кендер геологиясы саласындағы көрнекті маман. Қаныш Сәтбаев минералдық шикізаттарға бай Сарыарқа, Кенді Алтай сияқты аймақтарға ерекше назар аудара зерттеді. Ғалымның Үлкен Алтай, Үлкен Ембі, Солтүстік Арал жағалауы, Қарағанды 3-ші көмір ошағы атты ғылыми еңбектері бар. Қазақстан географиясының көрнекті тұлғаларына Бейсенова Әлия Сәрсенқызында ерекше айтып кетуге болады. Академик Әлия Сәрсенқызы Қазақстанды физикалық, географиялық зерттеулер тарихы бойынша аса көрнекті маман. Географиядан көптеген оқулықтары мен қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерінде жарық көрген Қазақстанның географиялық атласының авторы. Қазақстан географиясының қалыптасуы 3 кезеңге бөлінеді екен. Қалыптасу кезеңі 19 ғасырдың ортасынан 1930 жылдың аяғына дейін жүргізілген. Даму кезеңі 1930 жылдың аяғынан 1990 жылдың басына дейінгі аралықты қамтиды. Қазіргі кезең Қазақстанның егемендік алуымен тұспа-тұс келеді. Қазақстан географтарының ғылыми бірлестігінде 400-ден астам ғалымдар бар. Қазақстан географиясы ғалымдардың жұмыс орнына байланысты академиялық және жоғарғы оқу орны деп екіге бөлінеді. Жоғарғы оқу орны білім беру және ғылыми зерттеу салаларынан тұрады. Ғалымдардың осы академиялық жоғарғы оқу орындарында айналысатын мәселелеріне байланысты іргелі және қолданбалы география деп екіге бөлінеді. Іргелі география жаңа білім іздеу көздерінен тұратын болса, қолданбалы география сол білімдерді тәжірибе жүзінде сынап байқаудан тұрады. Зерттеу нысандарына байланысты картография, географиялық елтану, физикалық география, әлеуметтік география, экономикалық география және саяси география деп 6 салаға бөлінеді. Қазіргі қазақстандық география академиялық және жоғарғы оқу орындар географиясынан тұрады. Академиялық географияның ең үлкен базасы Қазақстан Республикасының география институты. Бұл география институты бірден-бір оңтүстік Қазақстан облысындағы Алматы қаласында орналасқан. Институттың филиалы еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Сондай-ақ ғылыми станциялары оңтүстік Қазақстанда Арал маңы экологиялық аймағында орналасқан. Сонымен бірге жоғарғы оқу орындар географиясы орталықтарына тоқталатын болсақ, өте ірі орталықтарымыз Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы және Абай атындағы ұлттық университеттер, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласындағы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті. Және де жоғарғы оқу орнының географиясының орталықтары еліміздің басқа да қалаларында орналасқан. Оқушылар, енді осы тақырып бойынша алған білімдерімізді бекіту мақсатында кесте толтырайық. Кесте 2 бөліктен тұрады. Зерттеуші саяхатшы ғалымдар берілген, яғни Қадырғали Жалайыри, Шоқан Уәлиханов, Қаныш Сәтбаев маңызды зерттеулері мен еңбектерін алдыңғы білімге сүйене және осы тақырыпта алған білімдеріне сүйене оқулықтың мәтінін пайдаланып кестеге толтырайық. Ал енді өзіңізді тексеріп жіберіңіз. Қадырғали Жалайыри, жылнамалар жинағы. Шоқан Уәлиханов, Жетісу, Ыстықкөл, Чәншан және Шығыс Түркістан бойынша тарихи географиялық шолуға арналған зерттеулер жүргізген. Маңызды еңбектері, Жоңғария очерктері және Алтыншар туралы. Қаныш Сәтбаевтың минералдық шикізаттарға бай Сарыарқа, Кенді Алтай сияқты аймақтардың табиғатына ерекше назар аудара зерттеген. Үлкен Алтай, Үлкен Ембі, Солтүстік Арал жағалауы, Қарағанды 3-ші көмір ошағы атты маңызды еңбектер жазған екен. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Сонымен оқушылар,
Қазіргі қазақстандық география өзгеріске толы әлемдегі елдің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған өзекті мәселелерді шешуге атсалысатынын бүгінгі сабақтан оқып талқылады. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, иә немесе жоқ деп жауап берсеңіздер болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.